Кітапты қалай тартамыз? Электронный вариантта кітаптарды қалай тартуға болады, және қай жерден оқимыз деген сұрақ. Ол үшін Telegram-ға кіреміз. Сөйтіп осы жерге поискқа жазамыз. SunMeBot деп жазамыз. SunMeBot деп жазсаңыз, бірінші шығады. SunMeBot деген книги бот шығады. Осыны басасыз. Сөйтіп осы жерден жаңа басында тіркел деп айтпаған еді, жаңа екі каналға тіркел деп айтты. Екі каналға тіркелсеңіз ашылады, короче. Сөйтіп осы жерге названиесін жазып жібереміз. Мысалы үшін қандай кітап керек маған? Мысалы үшін «Богатый папа, бедный папа» ма? Қандай кітап керек? Мысалы үшін «Богатый папа, бедный папа» деп жазамыз. Сөйтіп жібереді мені. Бізде осы жерде мына Шарон Лештер, Роберт Тор, Киясакидің керек па? Мысалы соны не аламыз, екіншісін таңдаймыз. Мысалы Киясаки міне подросткаға, кішкентай балдарға да бәрін шығарып береді. Мысалы екіншісін таңдаймыз біз. Екіншісін таңдаймыз. Осы жерден қайсысын скачать ету керек екенін шығарып береді. Мысалы маған бізге EPUB деген керек болады. EPUB деген осы жақсы не качествода болады. EPUB-ты таңдаймыз. Сөйтіп бізге конвертация жасап шығарып береді осыны. Сөйтіп осыны скачать етеміз. Сохраниться загрузки дегенді басамыз. Сөйтіп загрузка болады. Осы сохранить етіледі. Одан кейін енді бұны қай жерден оқимыз десеңіздер. Так, ол үшін бізге Play Market'ке кіреміз, немесе App Store'ға кіреміз. Осы жерден читалка книг деп жазамыз. Книга читатель деп жазамыз. Книга читатель деп. Осы жерде книга читатель деп жазсақ, Read Era деген шығады. Read Era деген. Осыны установить етеміз. Кітаптың суреті тұрған, сары кітаптың суреті тұрған. Осыны установить етеміз. Сөйтіп осыны установить етіп болғаннан кейін открыть деп басамыз. Сөйтіп мысалы бізге қай кітапты оқу керек? Мысалы ол үшін жаңағы сканирование файлов дейді. Так, қай кітапты оқу керек? Так, книги и документыға кіреміз. Осы жерде барлық кітап шығады міне. Книги и документы дегенге, мынау паузу басып книги и документы деген кірсеңіз барлық шығады. Осы жерде мысалы «Богатый папа, бедный папа» деген басамыз. Сөйтіп читать дегенді бассақ, EPUB-ты былай жақсы качествода ашып береді. Мына сары качествода ашып береді. Осы жерден оқи берсеңіз болады.